Сондықтан осы жердегі экономикадан біздің үйренетініміз мынандай бір ютубта қарап қосымша оқып алсаңыздар болады. Ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгін 11 қыркүйек кезекті өзіңмен күрес жобасы аясында экономикадан қаржылық сауаттылық бойынша Мақсат Халық ұстазымыздың кезекті сабағына қош келдіңіздер. Жалпы пайдалылығын қарасаңыз, Мақсат мырза, ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Кезекті сабақ өзіңіздің. Жалпы пайдалылық деген ол былай түсініледі. Мысалға сіз қатты шөлдеп тұрсыз, ол суды алып ішесіз ғой. Әсіресе оразадан кейін күннің ыстығында шілдеде бір стакан суды жұтып аласыз, білінбейді. Екінші стакан суды тағы да тура сіміріп тұрып ішесіз. Үшінші стакан суды ішіп жатқан кезде баяулап, ақырындап іше бастайсыз. Төртінші стакан суды ішіп бітірмеуіңіз де мүмкін. Жартысына дейін ішіп келіп, ары қарай ішсем бе, ішпесем бе, осы жетеді ау. Деп бір теріңіз сүртесіз. Міне осы бір жерде бір нәрсені білуге болады. Әр стаканды сіз ішкен сайын жалпы пайдалы ұлғайып жатыр. Ал бірақ сол судың сізге беретін шекті пайдалылығы азайып жатыр. Өйткені соңғы 4-ші стакан бірінші стаканның құндылығын бермейді. Сол кездегі судың. Сонда өмірде шешім қабылдағанда да сондай. Мысалға сіз бір жақсы кітапты жақсы көресіз оқығанды. Бір кітапты оқисыз, қайтара оқыңыз келеді. Немесе бір киноны көресіз, ол киноны қайта көргіңіз келеді. Сол әр киноны көрген сайын бір рахаттанасыз, өзіңізді бір рухани жақсы сезініп қаласыз. Бірақ та сол киноны 100-ші қайтара көріп отырғанда, яғни сондай азаматтар қайта көре беретін, ол бірінші рет көргендегідей әсер қалдырмайды екен да. Сіз 100-ші рет қарағанда да попкорнмен жақсы әдемі болып көріп отыруыңыз мүмкін. Жалпы пайдалылығы өсіп жатыр. Бірақ та оның сізге беретін шекті пайдалылығы ең алғашқыдай болмайды екен. Ол азая береді. Сондай. Сондықтан да осындай жалпы пайдалылық, шекті пайдалылық деген ұғымдарды біліп алсаңыздар, ол да сіздердің ең тиімді шешімді қабылдауға әсер етеді екен. Бір кісілер бар, мысалға, футбол көрген жақсы көреді. Мейлі Ұлыбританияға барады, сол жүрген Ливерпулда барып қатысып, соны көреді, мысалға, Реал Мадрид, депші, фанаты болады соны. Сон билетін сатып алады. Тура сол стадионға кіріп баратқан кезде, мен саған $10,000 беремін, билетіңді берші десең, басымды қатырмашы дейді. Сонда ол билеттің құны ол сатып алған. Әрі кетсе бір $200-300 болуы мүмкін. Бірақ та ана тұста ол $10,000 берсең де бермеймін дейді. Өйткені ол адам үшін оның құндылығы өте жоғары. Бұл деген сөз, әр адамның жаңағы жалпы пайдалылықты, өзіне беретін құндылықты бағамдау өлшемі әртүрлі екен. Сондықтан да біз сіздерге нақты айта алмаймыз да, мына дүние сізге күшті, керемет 100% гарантия құндылық береді. Өйткені оның өзінің жеке құндылықтары бар. Тура сол сияқты біз қазір таңды осы тауда аттырып жүрміз. Бұның бізге беретін құндылығы зор болып тұр, өте күшті. Сондықтан да біз осыдан рахат аламыз, қуат аламыз. Сондықтан да біз қазіргі уақытта мынау Алматының етегінде жатқан азаматтардан сәл ерекшеленеміз. Ол кісілер үшін ұйқы құндырақ болып тұр. Солай. Біз үшін қазір түсіндік. Біз үшін мынау құндылырақ болып тұр. Бірақ мен 100% кепілдік бере аламыз. Бір жағынан, егер де ол кісілер осыны көрсе, қараса, осындай шуақпен таңда аттырса, онда біз сияқты ойланатын сияқты көп жағдай. Демек, әр нәрсенің өзінің құндылығы бар, әркімнің өзінің жеке бағамдауы бар. Сол арқылы әркім өзінің өмірін өлшейді. Сөйтіп өзіне тиімді шешім қабылдайды. Тиімді деген рентабельділ деп беріледі. Экономикада рентабельность деген ұғым бар, рентабельділік. Егер де сіз қандай да бір жобаға кірем десеңіз, сізге бір інілеріңіз келіп айтып жатыр, осындай бір жоба бар, бастайықшы. Шамамен осыған бір 30 миллион теңге керек екен. Серіктес болайық, бүкіл жұмысты мен жасаймын, сіз инвестор болыңыз. Осы салған ақшаңызды 1,5 жылда қайтарып берем есесімен дегендей. Сондай кезде сіз ойланасыз. Ал енді сол жобаның тиімділігі, рентабельділігі болмаса, сіз ол жобаға ақша салмайсыз. Ол ақтау керек өзін, аз мерзімде. Қазіргі Қазақстан жағдайында аз мерзім керек. Енді Америкада, Еуропада инфляция өте төмен ғой. Ақшаның құнсыздануы ол жақта 1% пен 3%-ның арасында ауытқиды. Ол жақта ұзақ мерзімге бизнесмендер ақшаны шаша береді былай. 5 жылға да, 10 жылда да қайтса да ештеңе емес деп құя береді. Ал Қазақстан жағдайында бізде 10%, 20%-ға дейін кетеді.
Ал ондай кезде сіз ақшаны салатын кезде ол ақшаны 1 жылда қайтқанын қалайсыз, 1,5 жылда қайтқанын қалайсыз. Ондай кезде қысқа мерзімді тиімді жобалар жасауға тырысу керек. Жаңағыдай ұзақ мерзімді мен гипер үлкен бір қонақ үй саламын, әлемде болмаған деп миллиардтар сұрасаңыз, Қазақстан жағдайында оны жасай алмайсыз. Одан да гөрі кішігірім жақсы жобаны бастап кетуге тырысу керек та. Мінекей осындай экономиканың беретін ұғымдары бар. Өткенде біз нарықтық экономика туралы өттік. Нарықтық экономиканың кеңес заманындағы жоспарлы экономикадан бірнеше айырмашылықтары бар. Артықшылықтары қандай? Нарықтық экономика ол тиімді шешім қабылдауға үйретеді екен. Нарықтық экономика ол ғылыми жаңалықтарды, жаңадан бір инновациялық шешімдерді кәсіпке кіргізіп жіберу тез болады екен. Өйткені нарықтық экономикада шағын компаниялар көп. Ал шағын компаниялардың нарықта бейімделуі өте тез. Шағын компания бүгін киім сатып жүрген болуы мүмкін, ертең аяқ киім сата салады. Мысалы, қайсысы тиімді, соған өте салады. Ал бұрында жоспарлы экономикада үлкен комбинаттар, үлкен заводтар болды. Олардың қандай да бір салаға бейімделуі өте қиын. Сонда нарықтық экономиканың жаңашылдықтарға тиімділігі бар. Тез бейімделіп кете алады. Бізге сондай заман туып тұр қазір. Шағын бизнес бастап, нарықтың тез бейімделігіне сәйкес бейімделіп, сол жақта озып бәсекелел бола аламыз. Сол нарықтық экономиканың үлкен артықшылығы. Ең үлкен артықшылығы нарықтық экономиканың бұл бәсекенің болуы екен. Ондай бәсеке деген ұғым жоқ. Жоспарлы экономикада, егер қарасаңыздар, біздің ата-анамыз өскен бәрінде бірыңғай пальто, бірыңғай киім, мысалғаш, бәріне бірыңғай дүние көп. Бір ғана жаңағы киім шығаратын цех бүкіл Қазақстанға тарқатады, бүкіл кеңестер одағына тарқатады дегендей өнімді. Ал қазірде сіз бір дүкенге кірсеңіз, толған ассортимент. Бір шоколадтың өзінде, мысалға, таңдай беріңіз, қандай түрін аласыз, қандай несі бар. А бұрында біз кішкентай кезде есінде, мишкаға салап дейтін бір шоколад болатын. Соны бір жақсы көретінбіз, анандай керемет. Сондай бір шоколадтар аз ғана болды да. Вафлилері болатын, құнды, сондай құнарлы. Сол ғана беріледі дегендей. Ал қазір таңдай бересіз. Нарықтық экономиканың үлкен артықшылығы осы екен. Кемшіліктері де бар, өкінішке қарай. Нарықтық экономиканың үлкен кемшілігі бұл жерде кепілдік жоқ. Бағаға кепілдік жоқ. Бұрында баға бекітіліп ұстап отырса, жоспарлыда, бұл жерде жоқ. Бүгін басқа тұрған маска, мысалы, ковидтің кезінде ұшатты. Әргендей жағдай орын алуы мүмкін. Ол тауар тапшыма бітті, бағасы ұшады. Өндірушілер аз ұсыныс беріп қалды ма, бағасы ұшады. Нарықта бағаға кепілдік жоқ. Нарықта жұмысқа кепілдік жоқ. Сіздің 10 дипломыңыз болсын, сіз точно жұмыстан ертең шықпайсыз, мықты өзіңіз жұмыс табасыз деп ешкім кепілдік бермейді. Бұл нарықтық экономика. Жоспарлы экономикада біздің ата-анамыз университетте оқып жүргенде біз ештеңе ойламайтынбыз. Өйткені білетіміз, бізге үкімет Қарағандыға жіберсе де сол жерде үй алып береді, жұмыс береді дейді. Ал нарықтық экономикада өкінішке қарай ондай жоқ. Нарықтық экономиканың ең үлкен кемшілігі қоғамды екі тапқа бөледі дейді. Байлар болады, кедейлер болады. Екі тапқа бөлініп кетеді екен. Байлар байи береді, кедейлер кедейе береді. Ол жабайы капитализм деп айтады. Оны біз Нью-Йорктан да көреміз. 1-ші район, 2-ші район, 3-ші район, Лондонда да тура сондай. 8-ші, 9-ші райондарға дейін тәуір, ары қарай өз жағдайы нашарлар тұрады. Ең 13 район деген болады, ол әбден жаңа басбұзарлар тұрады дегендей. Ал Қазақстан жағдайында да Алматыға қарасаңыздар, қазір солай көрінеді. Солай көрінеді. Яғни өз бір шегі бар. Мына жақта байлар тұрады, мына жақта кедейлер тұрады дегендей үнсіздікпен бір белгі бар. Енді осының өзі ол ұласа беруі мүмкін. Әлеуметтік теңсіздікке алып келуі мүмкін. Сондықтан да мемлекет осы жерде араласу керек. Мемлекет әлеуметтік бағдарланған нарықтық экономиканы құру керек. Мемлекеттің мүддесі не? Бізде Конституцияда бүйтіп жазылып тұр. Мынандай да, қазір былай айтайын. Еуропадағы дамыған мемлекеттердің конституциясында былай жазылып тұр. Біз әлеуметтік елміз деп, әлеуметтік бағдарланған елміз деп жазылады. Қазақстан конституциясында былай деп жазылып тұр. Біз әлеуметтік мемлекеттік құруға келе жатқан елміз деп. Әлеуметтік бағдарланған елміз деп тұр да, жаңағы. Әлі енді сояққа қадам басып келе жатырмыз деген. Бірақ егер біз сондай мақсат қойған болсақ, онда мемлекет халықтың жағдайын ойлау керек та бірінші кезекте. Және халықтың бай болғаны ол кәсіпкерлер үшін де тиімді. Ертең еліміз жақсы табысты болса, халқымыздың табысы ұлғайса, әрбір отбасы оп-оңай миллион теңге табыс кірістілігі болса, олар бірінші кезекте сіздердің тұтынушыларыңыз болады.
Олар бірінші кезекте сіздерге ақша кеп береді. Сондықтан да біз халқымыздың бай болғанын ойлау керекпіз. Сонда тұтас кәсіпкерлер де дамиды, бизнес те дамиды. Ал енді олар бір-бірін жағдайын жасаушылар, былай қарасақ. Мемлекет мұғалімдердің жалақысын ғана өсіріп бере алады. Мемлекет дәрігерлердің жалақысын ғана өсіріп бере алады. Өнер қайраткерлерінің, мәдениет қайраткерлерінің, мемлекет әскер саладағы, мемлекет қызметтегі азаматтардың ғана айлығын көтере алады. Ал халқымыздың 10 миллион азамат жұмыс жасап жүрсе, соның 70% ол жеке секторда, компанияларда жұмыс жасайды. Сондықтан да мына жерде бір ғана мәселе бар. Мен өзім MBA-де сабақ беріп жүрмін ғой. MBA-де 3 жыл болды директор болып қызмет жасадым. Сонда MBA деген программада тәуелсіздік алғалы жылдар бері 30 жыл бойы орыс тілінде сабақ жүріп келді. Ол жерде оқып жатқан азаматтар Нацбанктан кеп түседі, BI Group компаниясынан кеп түседі. Мен өзім қабылдадым, сол азаматтар кеп түседі, менеджерларын оқытамыз. Олар мансап қуалап келеді. Мен оқимын, карьераны өскім келеді, топ менеджер болғым келеді. Мен оқимын, кәсібімді өсіріп байығым келеді деп келеді. Соңғы 3 жылда қазақ азаматтар келді, оқып жатыр. Енді қараңыздар, қандай айырмашылық. Қазақ кәсіпкерлері мен байымын дейді. Мен кәсібімді жаңа деңгейге шығарамын дейді. Сосын елге пайда келтірем дейді. Бізде оқыған 35-40-қа жуық адам бәрі осындай сөз айтады. Мәулен бауырымыз да оқып жатыр қазір. Айтары сол, көбісінің елге, қоғамға қандай пайда келтірсем. Сондықтан мен ойлана келе бір нәрсені түсіндім. Қазақтың байлары шығу керек. Бізде кеңес заманында байлар дегенді жаман көзқарасты үйретті. Алдар Көсенің киносында да басқа да байлар деген өте жаман адамдар деп үйретті. Жоқ, қазақтың байлары қазақтың алаш азаматтарын шығарды. Әлихан Бөкейхан өзі бай болды. Бірақ Міржақыпты қараңыздар, Сәкенді қараңыздар, қай алаш азаматтары, Мағжанды қараңыздар, бәрінің артында қазақтың байлары тұрды. Біз осында тұрған Медеу Қажы Пұсырманұлы Дінмұхамед Қонаевты оқытты. Сондықтан да мен ойлаймын, қазақтың азаматтары бай болса, қазақтың жаңа ұлттық буржуазиясы қалыптасса, онда біздің елімізде көтеріледі. Біздің азаматтарымыздың да табысы өседі. Өмір сүру сапасы жақсарады. Кедей азамат, кедей қазақ болмайды. Мен сол күндерге жетейік. Мен сол күндерге жетуді Құдай жазсын. Осындай бір сөздермен бүгінгі сабағымызды аяқтауды рұқсат етіңіздер. Қазақ жасасын. Рахмет. Ана, неге бар екен? Қасиетті Әл-Харам мешітінде Қағбада. Бір үлкен ұстаз сабақ беріп жатыр екен да. Сөйтіп ұстаз сабақ беріп біткеннен кейін жүгіріп барып ана ұстаздың бүйтіп басынан сүйді да, мен ана жерде тұрып қуанып кеттім. Неге сөйтсем, басыңнан айналайын деген екен ғой. Айналайын қазақ үшін жасай бер. Рахмет, аман болыңыздар. Рахмет. Бай болайық бәріміз. Аман болыңыздар. Біз осыны есту үшін ана жақтан суға түсіп тұрған жерімізде жүріп келдік. Сапалы болайық. Жақсы, рахмет.